Дәрігер, мен өмір сүріп жүрмін, бірақ әйел ретінде өмір сүріп жүрген жоқпын. Әйел ретінде өмір тоқтап қалды дейді. Бұл сөзді маған жатыр мойнының обыры, яғни қатерлі ісігінен емделген пациент айтты. Ол дәрігерге кеш жүгінген, ауру 3-ші сатыға жеткен соң Кореяда күрделі ота жасатып, оның өмірін сақтап қалу үшін жатырды, аналық бездерді және толық жатырдың мойны менен ісікті толық алып тастайды. Өмірі сақтап қалады, бірақтан операциядан кейін қынаптың ұзындығы айтарлықтай қысқарып, ерлі зайыптылық өмірі мүмкін болмай қалады. Соның салдарынан олар 7 жыл бойы қалыпты жақындыққа орала алмайды. Мұны қорқыту үшін айтып тұрған жоқпын, мұның сізден дәл осындай жағдайға тап болмасын деп айтып отырмын. Жатыр мойны обыры көп жағдайда ерте анықталса емделетін ауру. Сондықтан жылына кеміне бір ретте гинеколог қарауына, пап-тест, онкоцитологияға, ВПЧ вирусына тексерілу, кольпоскопияға міндетті түрде тексерілу керек. Белгіні күтпеңіз, алдын алыңыз. Ең дұрысы шешім белгіні күтпей, сіз алдын алғаныңыз дұрыс. Бір тексерілу сіздің өміріңіздің ғана емес, отбасыңыздың бақыты менен бала шағаңыздың да сақтап қалуы әбден мүмкін.